Шамал күте тұрамыз ба? Жоқ, бастай берейік. Запись басталды. Бисмилля деп аға. Ойлап тыңдап кіре береді сосын адамдар, еш? Давайте, сөз берейік жігіттерге. Бастаймыз ба? Аға, бастай беріңіздер, бисмилля деп. Уақыт өтіп жатыр. Қас, тоқтай тұр, бір секунд. Келеді уақыт. Қазір. Зира микрофоныңызды сөндіріп қойыңыз. Телефон. Сәлеметсіздер ме? Кеш жарық. Қалдарыңыз қалай бәріңізге? Бүгін біз Мирасханаға келеміз. Кішкене Атомидан өзіміздің кішкене осы күнге дейін, например, мен өзім таныстырып кетейін өз-өзімді біріншіден. Мұтбараткім. Мен Азамат қазіргі Абай облысы Жарма ауданы Жаңаөзен ауылында дүниеге келген баламын мен. Мен 2014-те осы Астанаға келдім. 2014 Астанаға келген кезде қалай айтсам болады екен, мынандай нәрсеге мен атоммен жұмыс істеймін, мындай деген ой болған жоқ. Астанаға келіп, әкеміз еңбек етіңдер, өз күндерінде өздерін көріп, енді жігіт болдыңдар ғой деп сөйтіп сол арман мақсатпен келдік. Сонымен ақырындап нәтижеге жете бастадық. Жалпы мен өзім мектеп оқып жүрген кезде бойым кішкентай болды. Өте кішкентай болды, сондай бір әлсіз бала болдым, сөз үшін керек. Сонда мен 11 бітіріп жатқан кезде өзіме мынандай мақсат қойдым мен. Мен 5 жылдан кейін семейге қайтып келем, бойым бәрі өсіп деп. Мен өзіме всегда бірдеме істеймін, өзіме всегда доказать етемін. Мен андай істей аламын, қолымдан келеді, наданда жақсы нәрсеге мен істеу керек. Өмірде принциппен солай өмір сүремін. Өзіме андай комфортный өмір создавать етпеймін. Өйткені неге еркек комфортный өмірге кіріп кетсе, ол арман мақсаттарына жете алмай қалады. Сол үшін всегда таңертең тұрғаннан бастап уже тіршілік анда-мында. Сонымен Мирасханаға келеміз, танысамыз. Біз 2017-тен бастап Мирасханамен танысып, сонымен жақсы араласып, как Мирасханаға менің туған ағам секілді болып кетті, сөз үшін керек. Өзім, например, туыстар көп айтпаған ақылды осы Мирасханаға айтты. Потом ертең келем, Мирасханаға осы атоми деген өнімдерін қолданып жүрмін, Азамат, анау-мынау деп айтады. Мен оған айтайын, абсолютно мән берген жоқпын. Мүлдем мән берген жоқпын. Маған не интересно, қызықсыз болды да басында. Ол неме атоми деген жай қойш, жай шығар, анау-мынау деп. Потом Мирасханаға қандай қолданды. Маған үндемей жүрді. Басында айтып жүрді. Бір күні үндемей, Азамат осы атомидің үлкен несі болады осында деп. Мен не айтқым, давай екеуміз барайық. Менде ойда жоқ, мен ойлайтын жай барып көріп, там бір жай бірдеме шығар деп басында неткен жоқпын, сөйлесуге қатты вникать еткен жоқпын, көңіл бөлмедім. Потом Мирасханаға келген, жарайды деп екеуміз дайындап, атомин жемпірім беріп, айтпейді, давай Азамат кеттік істеу, ана-мына деп. Сонымен бардық. Барған кезде уже ана жерде отырып, біраз уже сіздерді көріп, уже ана жақтан сөз айтып атты ғой, сахнаға шығып, кісілер сөйлеп атты, айтып бүйтіп атты. Содан кейін Мирасханаға қарап тұрып айтты. Мирасханаға біз дедім, білмеймін, 1-2 жыл, 3 жылда, хотя біз анау жерде тұруымыз керек дедім. Ана сахнада біз тұруымыз керек. Мирасханаға айтты, еңбек етсек деді, біз сол жерде тұрамыз деді. Так что қазір біз бірге Мирасхана екеуміз команда жинап сөйтіп, прямо біз основной бізде қазір еркек адамдар болсын, еркектерді основной тартып жатырмыз да, өйткені еркектермен жұмыс бізге тез болады да, например. Осында атомидің несі бар, давай мәнән көр дейсің, олар көреді, еркектерді андай жоқ та, олар сразу келісіп кетеді. Сондықтан қазір өзіміз енді будущем арманда бір еркектердің командасын күшті қылып жинақтап, еще қазір атомида жүр ғой, мықты-мықтына Мирасхана осы Шымкентке барған танысқан. Сол жігіттер қазір хабарласып тұрады Мирасханаға кәдімгідей. Сол бәріміз жиналайық, бүйтейік, сөйтейік деген сондай енді алдағы жоспар мақсаттарымыз бар. Сонда атомида келіп, мен өзім Мирасханаға бір күні мен енді презентация бәріне қатыстым ғой, одан кейін жүрдім де, жай жүре бердім. Сол Мирасханаға бір күні сөйледі. Азамат, сен болашағыңды ойла,
мен сені Атомиға енді болашағың үшін алып бардым. Өйткені бұл деген қандай нәрсе саған возможность, сен қазір жассың. Уақытын бекет кетірмесең де Мирас ағаға ұрысты маған. Наның бәрін статуста сала бер, постоянно статусыңды үзбе деп, например. Сөйтіп батырып айтты. Содан кейін ақырын статусқа салып айтпайды. Басында кісілерге не интересно, бұл көп мән бермейді, нетпейді. Соны бір күні алдында өзім фитнесте айналсам ғой, фитнесқа осындай нелерді алып бардым өйстіп. Бір-екі нелерді алып бардым да, соны кісілерге айттым, осындай Атомидің несі бар, осындай продукциясы бар. Басында мен алып бардым, немен алып бардым? Мен Зунипастын алып бардым. Зунипастын алып бардым. Содан кейін жігіттерге айттым, осындай Зунипасты, мынандай щеткасы бар. Енді өзім қолданған соң, мен уверен болдым да, бүгінгі өзім қолданған соң, прямо көзім жетті, жақсы екен прямо. И жігіттерге прямо мен түсіндірген кезде, мына Атомидің магазин ашқанда астында бүкіл информация шығып тұрды. Бүкіл мен түсіндірдім. Содан кейін кәдімгідей кетті ғой. Подряд бір Азамат маған әкелпеш, Азамат маған әкелпеш. Уже ана жерде кәдімгі кішігірім сауда кетті, Азамат әкеліп, мен бірақ только өз бағасында қалай аламыз солай. Өйткені кісілерге, например, өз бағасында беремін, например, деп олар алады да, потом уже өздері заказ бере бастаған. Мен айттым, давайте мен сендерге лучше өздерін осындай онлайн не ашып алыңдар, ашып берейін, тіркеліңдер, өздерін сол өз не бағасында, өздерінің магазиндеріне өздерін кіріп, өздерін қарап, көзбен таңдай бересіздер. Все болды ғой, жақсы ғой деп. Сонымен уже кетті. И тағы да бір нәрсе айтайын. Адам ұялмау керек. Мен, например, мынаны Атомидің нелерін реклама жасауға, залға барған кезде Атомидің кроссовкасының ветро немесі бар ғой, жемпір, сол көкті киіп алам. Мен ұялмайын. Өйткені өзім істеген еңбегімде мен ұялмайын. И барамда прямо реклама жасап жүрем. Всегда жүрген жерімде мен всегда реклама жасап жүрем. Сол кезде адамдар көреді. Қазір основной бірдемеге жету үшін основной Инстаграм. Прямо сөйлеп, прямо анау жерде ұялмай, қысылмай. Осында Атоми, осында нелер не деп, прямо мен қысылмай, ұялмай кісілерге таныстыра беремін. Статусқа да, негелге де салам, прямо салам. Группаға да жіберем ғой, видеолар, жіберем. Өйткені басында мен салып жүргенде басында кісілер ойлады, ой, сен жай ермек үшін, типа показуха істеу үшін адамнау деп. Бірақ потом мен арғата салып, уже осындай кішкене ақырын Атомиді уже жұмысы жүре бастаған кезде, уже оларына семейде, например, достарым бар, нелер бар, уже өздері, әйелдері болса, әйелдері, врачтар істейтіндер, солар уже звондап, Азамат, Атоми біз қалай етсек, семейде филиалы бар ма, несі бар ма деп уже қызығып жатыр кісілер. Сонда сабырмен ғой, ақырын статусқа сала бердім. Содан уже қазір семейде, менде қазір өтірік айтпайын, қазір менде уже 4-5 кісі уже магазиндерін қазір нет беру керек. Онлайн ашып, айтып кетіп, нет беру керек. Уже олар прямо осының өнімін алып қолданайықшы дейді іштеп жатыр. Даже врач апайларында бар, олар да тоже енді основной олар қазір кішкене етпей жүр, но продукциясы жақсы дейді. Біз врач ретінде кеңес береміз. Оның продукциясы, Атомидің продукциясы өте жақсы дейді. Так что еңбек до конца осы Мирас анаға, например, басында тоже айтып жүрді ғой. Ой, Атоми деген бар, анау бар, мынау бар деген кезде Мирас анаға абсолютно ешкім мән бермей жүрді. Қазір Мирас ағаның магазиніне кісілер жүріп келеді ғой. Мирас хан, сен Атомидің өнімі бар екен ғой, біз анау жақтан естіп жатырмыз дейді ғой. Ол қандай, мен таңғалып қалдым сөйлеушілерге. Сонда Мирас ана ақырын бастады. Былай жайпай бастап айта. Қазір уже Мирас ағаның өзін іздеп келеді ана кісілер, Атомиға айткенде өздері іздеп келеді. Мирас ағаның кофесі жақсы екен ғой, Мирас ағаның де, давай мне осы продукция қосып жіберейік дейді. Сол үшін бәрі сабырмен болады. Реклама, основной мен айтарым, рекламаны жақсы түсіріңіздер, контент түсіріңіздер. Камераның алдында сөйлеуге ұялмаңыздар. Прямо осы Атомда мен Инстаграмда қараған кезде Россия жақты қараймын ғой, Россия нелерін осы Атоми таныстыратын.
Мен олар енді сұмдық күшті түсіреді олар. Мен енді будущем арманым бар, солар секілді түсірсем екен деші. Олардан көремін ғой мен, жаңа жақтың, например, Малайзия, басқа мемлекеттер нелерін, инстаграмдарын көрем, Атомиға қалай реклама жасайды, Атомимен қалай жұмыс істейді дегенді прямо изучать етемін. Сол кезде олар көрген кезде олар прямо жан-тәндермен беріліп, рекламаны түсіріңіз сұмдық. Реклама күшті түсірілсе, табарлы мына Атомиға кісілерді қызығушылықтар артады. Сондықтан ең бірінші нәрсе ол мен ойлаймын, реклама жақсы түсіре беру керек. Потом мына группадағы отырған кісілерге де айтарым, например, ұялмай осы контент түсіріп, біз секілді түсірген секілді бізге жіберсеңіздер, біз оны статусқа, историяға, тағы да қанша жерге саламыз. Уже сіздерді қаншама кісілер танитын болады. Так что ұялмаңыздар, еще раз айтамын, ұялмаңыздар. Қазіргі кезде ұялатын, былай қарап отырсаңыз, ұялатын заман емес бұлай. Наоборот, тіршілікте жан таласып, түсіріп, айтып. Мен енді осы группаларды білмеймін, енді жігіттер қауымы бар ма екен, жоқ па екен, біз байқамадық, реклама түсіріп, нет жүрген. Если жігіттер қауым болса, мен сол жігіттерге де айтарым, тоже бізді поддерживать етіп, тоже осылай реклама, контент түсіріп, осылай арасында прямой эфирға шығып, например, сөйтіп тұрыңыздар. Вот, команда үшін. Атомидің бір жақсы мен қызыққаным, бұл жерде команданы жұмыс деген өте керемет екен. Команданы жұмыс деген өте керемет. Мархабат ханым, сізге көп-көп рахмет негізі. Мархабат ханымға түнгі сағат 12 осыны ана бір сұрақтар қойып жаз салам ғой. Десем Мархабат ханым жауап береді ғой. Соңында 5 минутқа созбайды ғой, өзінің жұмысы болса да жауап береді. Вот это команда, вот это лидер. Вот сондай лидердің артынан адамдар сөзсіз уже бірге артынан. Өйткені не жол ауызашар келдік, біздің ғаны тағы да Мархабат ханым келді, тағы да кісілердің лидерларымыз келді, нелер келді. Прямо қанды жақсы ауызбіршілікте сөйлесі, прямо бір семья секілді. Адам дейді ғой, өзі жаңғыз табысқа жете алмайды адам. Адам жанында команда болса, адам тез жетеді командаға. Командамен тез табысқа жетеді. Сондықтан осы группадағы біздің лидерларымызға мен көп-көп рахметімді айтқым келеді. Мархабат ханым, сізге көп-көп рахмет. Всегда қандай вопрос болмасын, түн, күн, уақытын созбай, 5 минутқа кешіктіріп, жауап береді. Вот это күшті, например. Одан кейін уже қалай сондай уже командам бар, нем бар, қалай жұмыс істемеске деген сияқты. Қалай ол кісілерден мотивация алмасқа деген сияқты. Біз қызығамыз, например, сіздерге қарап, сіздердің осындай жеткен жетістіктеріңізге қарап, біз қызығамыз. Біз де сондайға жеткіміз келеді. Біз даже ұстаздан біз даже ол енді сондай мақсат бар, Мирас анаға. Бәрі өзіңе байланысты ғой? Өзімізге байланысты. Что солай, тағы да айтарым, Өнімдер туралы айта бер. Өнімдер. Мен қайсы пайдаланған өнімдерің? Основной пайдаланған өнімдерім, Зунипасты мен основной пайдаланған. Мен мына порошокты бар ғой, пайдаланған кезде мен енді таң қалдым. Мына порошоктан мен өзім 1-2 танысты 5 адамға ма, бір ложкадан бердім ғой, порошокты ше. Мен басында алып келген кезде бұны бір ложкасын салып, стиралкаға салып, бүйтіп бір уақытта стиралка айналып жатыр да, бүйтіп кетіп барып стиралканың крышкасын қарап қаламын ғой. Ана пена деген сұмдық енді, мынаның пенасы бар ғой. Бір ложкадан басқа мен порошоктермен жуып көрген кезде стиралканың анау секілді, мына секілді пена жоқ, сөз үшін айтайын. Соны осыны видеоға түсіріп алдым мен. Мирас анаға прямо ұстасырмасам, қанша нелерге жібердім. Содан кісілер уже қызығып, азаматтың порошок болмады. Потом бір 5 кісіге өзім алған порошокты, но бірақ уже 5 кісіге бөліп таратып жібердім де. Ана кісілер көрейікші бізді, нетсе ұнатсан етеміз деп, аламыз деп. И потом шампунь Атомидің. Мынау деген енді мен залдағы жігіттерге алып бардым, олар осындай алды. Олар қазір кәдімгідей рахметін айтып отыр. Тағы да біз заказ береміз дейді, мынандай дейді. Мына шампуньнен кейін, мына шампуньмен жуын жүргеннен кейін, қазір уже анау простой, анау бұрынғы шампуньдарға уже мән бермейсің, қарамайсың да. Өйткені мұнаның сапасы, бағасы да, сапасы да лайық. И сразу жуған кезде уже адам результатын сезеді уже.
басты, например, мен просто пример айтып кетейін сіздерге, например. Басқа шампуньмен жуамын ғой, мен тренировкаға барамын, басқа шампуньмен басымды жуып, душқа тренировкаға барамын, шап киіп аламын осылай. Потом залға барған кезде шапым шешкізіп, шашым бәрі мыжылып қалады ғой. Анаумен жуамын да, шап киіп залға барамын, мен ашып қаламын. Шаш деген сол формасына тұрады ғой. Формасы кәдімгі сақтап тұрады екен мына шампунь. Вот это вообще керемет шампунь. Потом ендігі мен қазына ферин аламын, мен жуып көрген жоқпын, мынау аламын, мен жуамын бұйырса. Кофесі деген, бұның кофесі хит енді, сөзінше айтсам. Бұның кофесі бізде қазір кәдімгідей кісілер mesela кофені іздеп келеді кәдімгі бізге іздеп келеді кофені. Күн ара алып жатырмыз ғой. Күн ара кәдімгідей кофеге біз сұмдық заказ кетіп отыр. Мынау деген кәдімгі кісілер мен айтқан, мына кофені бар ғой, мен айтайын, былай жай болдырып жүрген кезде, ішкен кезде мен результатын көрмедім. Но бірақ как раз алдында Мирас анаммен мен сауда үйреніп жүрмін ғой, магазинде жүрген кезде бір шаршаңға ұйқым келіп тұрған кезде, сол Мирасатын бір кофе ішіп алған кезде мен енді кәдімгі мынандай бодрость дейді ғой, кәдімгі ұйқым ашылып, кәдімгі бір андай бір күшті болып қалдым ғой. Сол кезде білдім, мына кофе прямо шаршап тұрған кезде, прямо ұйқым келіп маужырап, шаршап, ана бір жұмыс істеп жатқан кезде настроение болмай тұрады ғой. Вот сол кезде осы кофе ішіп жүрсеңіздер бар ғой, вообще мынау деген бомба ғой кәдімгі. Бұл енді біздің самый первый хит, енді бұның бәрі кәдімгі бізге бұны іздеп келеді, заранее заказ береді бізге. Потом міне мынау, потом не мынандай міне набор, набор күшті өтіп жатыр. Набор деген енді кісілер. Оралке. Өте бар ғой, прямо ана тісі тазалайтыны бар, несі бар. Залдан, прямо мен залда жүрген жігіттер сұмдық енді мынандайды алып жатыр менен. Әкеп алшы деп. Потом екінші тағы да біздің жақсы қолданып жүрген өніміміз. Ол мынау не? С витамин. С витамині. Мына С витамині мен өзім арнайы контент түсіргем. Мен оны группаға жіберем. Мен залға барып жатқан кезде суға араластырып, нетіп, мен контент түсіргем. Мен оны басқа группаларға бәріне жібердім. Олар енді сұрап жатыр, оны деген не нәрсе деп. Мен оларға жіберіп қойдым. Сонда мен айтарым, Atomi'да жұмыс істеген кезде, например, жүрген жеріңізде реклама жасап жүрмесеңіз, арада жұмыс істеуіңіз өте қиын болады. Сондықтан жүрген жерде, отырған жерде, бір жерге әңгімелесіп, бір жерге барған кезде, отырып қалған кезде, ақырын әңгіменің ортасына осы Atomi'дің несін, продукциясын, Atomi'дің қандай нәрсе екенін любой жерде мен кіргізіп жіберемін әңгімеге. Солай, қандай жерге бармаймын, Қой, алдында апайым туған күні болды. Сол кезде 4 этапы дейді ғой, соны алып бардым подарок ретінде. Потом тағы да 1-2 зунипастылар нелерді алып алдым. Тоже 1-2 туысқандарыма берейін деп. Содан кейін апайыма ол контент түсіргем, апайыма 4 этапыны бердім. Ол кісі күшті рахметін айтып жатыр. Потом тағы да зунипастылар туысқандарым беріп жатсам, мына жақтар танымайтын, апайым достары, анау зунипасты маған сатшы дейді ғой. Мен айтам, Atomi'ді білесің бе десем, Atomi'ді білем дейді, оның өнімдері күшті дейді, кәдімгі ана маған берші, ана маған берші дейді. Сол мен айтам, мен сізге бесплатно берейін, сыйлық көріңіз. И ол кісі де қазір хабарласып жатыр, тоже осылай қалай не екен, филиалдары қандай, ана мынау деп тоже маған нетіп берші деп, андай магазин сонда тағы айтарым, реклама. Жүрген жерде, прямо қандай орта болмасын, не жүрген жерде рекламаны жасай беру керек. Жұмыс деген жақсы жүре береді. Қазір мен Павлодардағы тоже военный балалар бар, оларға да жібердім. Ол военный бала уже анау жақта уже достары, мынау күшті шампунь екен ғой деп алдына келіп алып кетті. Мынау қалай, оның достары уже ана военный жігіттер сұрап отыр. Вот сонда біріншіден менің мына өнімдерім қалай жақсы өтеді. Мен біріншіден реклама жақсы істеймін. Кісілер өздері жазады маған. Мен оларды іздетіп етпеймін, олар өздері. Өйткені неге? Реклама бәрін көреді, қызығушылықтар оянады. И жазады азамат, мынау қалай, мынандайды алайықшы, мынандайды бүйтейікші, біз мынандайды көрейікші деп. Сондықтан основной бірінші нәрсе тағдарым реклама, контент түсіру керек. Контент прямо ұялмай.
Вот. Енді мына өнімін мен әлі қолданып көрген жоқпын, но бірақ бұйырса. Енді бұл енді мен қолданып жатырмын. Коллаген. қолданып жатырсыз, результатын қазір өзіңіз айтарсыз. Мирас ағадан енді өзіңіз Біраз сөйлеп, кісілерге тоже бір не етпеңіз. Кәнекей. Естіліп тұр ма екен барлығы? Так. Мына кісілерден бір связға шығайық. Мархабат ханым естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Мирасхан. Саламатсыздар ма? Азаматтан кейін сөз қалып па? Қалдарыңыз қалай, қош келдіңіздер. Не айтады ғой, анасы тақымын қысып отырады дейма, жүйрік жарысқа қосқан кезде соғысып, менде қобалжып кішкене сөйтіп отырмын. Кез келген бизнесте азаматқа айтамын, статусыңа сала бер, реклама жасай бер. Статус деген қалай айтайын? Статусты бір саласыз, ол сізге бір сутка жұмыс істейді ғой, мысалы қарап отырсаңыздар. Ерінбей сала беру керек. Дұрыс қой, иә? Сондықтан бұл бизнеске келген жаңа айттым ғой себебін мен өзім. Біріншіден жаңағы болашағымды ойладым, үш ұрпаққа қалатын. Екіншіден жаңағы мысалға кез келген неде мен көп нелерді жасап көрдім, істеп көрдім. Азаматқа айтамын ғой, барлығын көріп ал деймін да 40 жасқа дейін. 40 жастан кейін адам уже қателесуге жол жоқ. Сондықтан мен кез келген жаңа көптеген сетевойларда жаңа нелерде істедім, жасап көрдім өзім. Ол істеп көргеннен жаман болмайсыз, содан сайын жинайсыз. Көп жаңағы НД, Химахим, ЛР, көп мысалы компаниялар көп қой мысалға, соның көбін былай шет жағасын көрдім, және инкубатор айтып отырмын ғой. Көбінде өнімі барда мысалға, бірақ бір-екі қана товар болады, хит өнім. Ал біздің товарлардың барлығы хит, мен оған сенімді түрде айта аламын, барлықтарыңыз білесіздер. Кез келген товар болады, мысалға алып жатсақ, мысалға арнайы Мархабат ханымға заказбен алдырдым, қазір ішіп жатырмын, әлі нәтижесі бар. Азамат біреуін шықып, кәдімгідей андай бір адреналин береді екен да, кәдімгідей бір күш береді, коллагеннің өзі. Сол айтайын дегенім. Енді мен былайша айтсам, бір 80% товарды мен өзім алып, өзім пробовать етіп, сатып жатырмын. Енді Азамат айтып жатыр ғой, Құдайға шүкір, Аллаға шүкір, мұнда шүкір. Жаңа неміз көбейіп жатыр, командамыз, покупательдеріміз көбейіп жатыр. Покупатель бола берсін, кез келген адам айта беру керек. Олар кейін оянады, мысалға. Кез келген адам айта беру керек. Сол тағы не айтамын дедім. Кез келген бизнесте өзімнің тәжірибем бойынша кез келген бизнесте қолды бүйтіп тұрысып кіріспесе, жай бүйтіп жүре берсеңіздер, өспейсіздер, жүре бересіздер. Жаңа айтқандай стратегия болу керек, бізде жоспар обязательно болу керек. Мысалға, мынандай нелер бар ғой, мысалы журналдарды обязательно толтырып, мысалға күнде неше адаммен хабарласам, мысалға мен даже жұмыста отырып, мен өзім жазып тастай аламын, тіркеп, кейбіреулер сенбейді ғой. Сондықтан сенбеген кезде, мысалы кеше бір апай келді, мынандай бір кофесін біледі екен оказывается. Кофесін бір-екеу алам деп тұрды да, жаңағы біреуін алып кетті, менге апарып оны сатып жүремін 200 теңгеден дейді да. Сөйтіп, әлгі кісі енді үлкен кісі болғаннан кейін адамға сенбейді, удостоверение документін сұраған кезде кез келген адам сенбейді, танымайтын адамға сенбейді ғой, мысалы енді холодный контакты ғой, потому что мен араласып көрген жоқпын да. Сол кісі келді, мынаның бір коробкасын бір алып кетті сразу. Сосын жаңа кеше тіркеліп кетті, кеше группаға қостым ол кісіні. Ол да касса бір жерде сетевик, бір неде жасайды жұмыс. Сосын бір келіп өзіңнен, мен де андай жерде жұмыста қазір жұмысымыз басталып кетті, қарап аласыз. Мысалға, егер мақсат қойып, жоспар қойып, күніне хотя бы 3 сағат осы Атомиға арнасаңыздар, любой жетістікке жетесіздер, өсесіздер, жаңа дамисыздар. Ол гарантия. Басында келген кезде мен былай бір 5-6 ай уақытымды босқа өткізіп алдым. Ол рас, шын рас. Жұмыс дедік, анау дедік, мынау дедік. Содан кейін барып мынау уже спрос, өзінен өзі спрос болған кезде мен уже сенімді болдым. Товарларға спрос болған кезде уже өзіңде көңіл-күйің көтеріліп, кәдімгідей сенімді түрде жүрекпен айтқан мысалға товарды профессионалды жеткізуім керек. Кейбіреулер болады, мысалға, бұрын істеп кеттім деп айтады. Біреулер жаңағы нелерін спонсорларын білмейтін, мысалға ондайлар бар, потому что оған нақты дұрыс ақпарат берілмеген. Тағы
профессионалны. Мысалға мен жаңағы Маржангүл тәтем секілді, мен бір адамға айтқаннан мен ұмытып кетпей, одан кейін оны есіне салып тұрамын всегда. Тіркелмейтін адам болмайды. Всегда болады тіркелетін адам. Просто ауа райына байланысты. Ауа райы өзгереді ғой. Кейде көңіл болмай қалады, кейде мысалға әртүрлі жағдай болады, мысалы қарап отырсаңыздар. Сондықтан бір адамға айтқаннан кейін жазып қойыңыздар. И одан кейін андасында бір хабарласып қойыңыздар, осылай. Либо бір фото жіберіп қойыңыздар, видео жіберіп қойыңыздар, мен бар деген секілді. И бір күні келеді да, мынадай мен саған тіркелейін алайыншы деп көреді өзі. Сондай бұл жерде кез келген бизнеста қадалған жерден қан алу керек негізі. Енді мен спонсорларыма Мархабат ханым, Гүлбақыт ханым, Маржангүл тәте, сіздерге көп-көп рахмет. Құдай қаласа жолығамыз академияда, асыға күтудеміз. Не дейін, барлықтарыңызға сәттілік, уақытымыз бар ғой әлі. Так, не айтайын. Мен енді өз басым барлық продукциясын қолданып жүрмін, қолданып та көрдім. Мұна С витамин күнде ішемін тоже. Бізде андай, қалай айтсам, традиционный бизнес қой. Традиционный бизнес болғаннан кейін, қазір саудада қарбалас, таңертең кешке шейін болса, кейде телефонға қарайтын уақыт болмайды. Өйткені мен строительный магазин жұмыс жасаймын, өздері білесіздер. Ол жерде енді жақсы көмекшім болмаса, тоже қиын да. Көбіне екі көмекшім бар, қазір Қасым ағамды алдым. Все равно, егер көмекшің болса, әйтеуір кішкене уақыт болады да. Сондықтан азамат көмектесіп жатыр, мына азамат өзінің, қалай айтсам екен, бауырым, туған інімнен жақын болып кетті қазір. Мысалы, қалай айтсам, туған інімдей көремін ғой өзімнің. Ұрысатын кезде ұрысып аламын. Кейде статусқа қоймаса айтамын, азамат, сен не қоймайсың статусқа, сен ақша сұрай ма деймін. Ол мысалға статусқа қояды, адамдар көреді. Қазір барлығы не ғой, онлайн ғой. Желі болғандықтан барлығы мысалы қазір бір-бірімізді араласпаймыз, барлығы біздің не істеп жүргенімізді барлығы статустан, тиктоктан бәрі көріп отырады. Сондықтан Құдай қаласа бізде, мен өзімде 1000 подписчиктен асып кетті. Тиктокта мысалы мен өзім видео салсам, маған батырлап тіркеледі кеше. Бір видео салдым, 30 адамдай тіркелді автоматически. Сондықтан өзіңіз ояу болсаңыз, жаңағы партнерларыңызда оянады, сізге қарап өседі деген сондай. Не ғой, өмірдің несі, бумеранг қой, өздеріңіз білесіздер, біз айтпасақ та. Сол білім, тағы да білім. Бүгінгі білім аламыз, мысалға, ол ертең ескі қой, көшпен бірге қалмау керек көштен. Всегда дамып, кеше азамат маған бір сұрақ қойды, біз тоже видео түсіргенбіз, жаңағы өзіміздің бір қосымша бір жұмыспен қарап қалмауымыз керек. Мысалға айтарым, мысалы жастарға да айтам, мысалға, егер мен деймді осы атоме егер бір 15 жыл бұрын білгенімде, 10 жыл болғанда мен басқа бір жетістікте отырар едім деймді. Бұның маған ұнайтыны қалай, мысалға, без вложения ғой, келесіз, ешқандай да ақша салмайсыз, қойма бар, доставкасы бар. Мысалға, егер мен өз уақытым болғанда, мен мысалға бүйтіп аралап жүріп істейтін едім да, мысалға, егер уақытым болса, действительно, мысалға, оған уақытым жоқ та, мен мысалға бір күн демалысым бар, товарға барам, анда барам, ол жақты тастап кетуіме тоже болмайды. Пока аяғымнан тұрып алғанша, атомияда кішкене офис ашып, Құдай қаласа, жаңағындай ниетіміз бар, офис ашып, дамыту. Қай кезде атомияға нақ кәдімгідей рандыққа неге шығамын, сол кезде мына бір жұмысым тастап, чисто жаңағыда жоспарлап қойдым. Жаңа айтады ғой, кеше азамат сұрақтар қойып отыр маған, осылай, сіздің бизнесіңіз бар, сіз баріне қалай үлгересіз дейді маған айтады да. Мысалға, кәріге де, жасқа да, мысалға, байға да, кедейге де, мысалы, барлығына бір уақыт беріледі ғой, соған қалай үлгересіз дейді. Мен айтам, ол үшін оны ешқандай бас аурудың қажеті жоқ. Мысалға, мен кешке қарай жұмыстан келгеннен кейін, жаңа жұмыстарым бітеді ғой, сол кезде мынандай нем бар, қазір көрсетейін. Енді біреулерге лайфхак болсын, кісілерге мүмкін сабақ болар, не кітаптар бар, мынандай оқулықтар мысалға. Табылаттың кітаптарын білім ғой барлығы да. Сосын мынандай журналым бар, бірақ басқа журналымда кетпін, осындай журналым бар. Кешке қарай жазам. Ертеңгі күнімді таңертеңнен бастап сағатын, уақытын бәрін жоспарлап жазам, мысалға. Қай кезде менде строго сағат 1-де, мысалға, кез келген, мысалы, бізде Астанада ондай магазин жоқ. Мен сағат 1 бола ма, мен жауып тастаймын магазин, мен қарамаймын. Біреулер келеді, мысалы, маған айтады ғой. Не болды сонша, неге әдет уақытында оқымайсың, жұмыс жасамайсың дейді да маған. Не айтамын? Мен
менің денсаулығыма жауап бересіз ба деймін. Менің нем емес, менің селім жұмыс істеп жаңағыдай не емес, менікі график бойынша жүремін барлығы уақытымен деймін. Маған уақытында тамақ ішуім керек. Мен сол денсаулықтың арқасында осылай жүрмін деймін. Сондықтан жоспар болу керек міндетті түрде. Кешке қарай жазам, барлығын жазам, ертеңгі күнімді мысалға. Даже демалыс күнін жазып қоямын. Себебі егер мен жазбасам, мен үлгере алмаймын фактически, потому что сағатпен, уақытымен барлығын істеуге тырысамын. Сондықтан сөйтіп үнемдеуге болады уақытта. Не секілді ғой путеводитель. Мысалға сіз картамен, мысалы, 2GIS-пен барған кезде адаспайсыз ғой. Егер не болмаса, мысалға ешқандай путеводитель болмаса, сіз адасасыз, нетесіз, уақытыңызды жоғалтасыз, сол секілді мысалға. Бұл да бір жоспар. Мынандай каталогымызды тоже алып қойдық мінекей. Барлығы бар, әдемі керемет. Көрсеткенде каждый ненің үстінде жату керек осы каталог барлығыңызда жату керек мысалға. Егер Atomiga қол тұрып кіріскен адам осы каталогпен жұмыс жасау керек. Келген кезде мысалға бүйтіп көрсете саласың мысалға. Тіркелген кезде қандай не жазылып тұр мінекей, азаматқа айтамын осыны алып қой деп. Тіркелген кезде мұндай баға, андай тіркелмеген кезде мұндай баға деп. Сол кезде сразу адам өзі ойланады мысалға. Мен неге бекерден бекер ақша төлеуім керек деп. Сол тағы не айтайын. Так, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, қазір азамат қайтадан орнына отырады. Мен енді арасында қыстырып кеттім. Мына группада апайлар тоже сөйлеп өз ойларын айтсын. Сұрақтарыңызды қойыңыздар. Мен осымен сөзімді аяқтайын. Баршаңызға қолдауларыңызға көп рахмет. Сондықтан жоспарлаңыздар. Барлықтарыңыз сәттілік. Көп рахмет сіздерге. Рахмет. Енді осы группадағы апайларымызға, Махаббат ханым, сіздерге сөз берейік. Сіздер өз ойларыңызды айтыңыздар тағы да. Сұрақтарыңыз болса қойып, бізде сіздерге сұрақтар қойып. Содан кейін бізде қазір сіздер Астана келесіздер ғой, соны мен ойлап отырмын, Мейрамханамен ақылдасып, күн жылы болса, парк жақ бар ғой, сол жақта Атомимен жиналып, футболкасын, кепкасын киіп алып, сондай бір жерде контент түсіретін блогерші, мобилограф қыз бар, сол түсіреді, солай кішкене Атомимен, кішкене өнімдер болса, өнімдерін ұстап деген сияқты, сондай бір кішкене бір кішігірім, сол күштің Астана парктері бар, сонда бір кішігірім контент түсірсек деген ойымыз бар енді. Zoom билеу бар, көп қой. Бірақ қойса бола ма? Десек деген ойымыз бар. Сіздер қалай ойлайсыздар соны былай? Жалпы ойларыңызды тыңдасаңыз. Жазирадан қойса бола ма? Сұраңыз. Қайырлы кеш баршаңызға. Қайырлы кеш Мирасхан мырза, Азамат мырза. Керемет бүгін өте жұмыстамын, кіріп шығып, бірақ естіп жатырмын барлық ақпаратты. Рахмет, үлкен рахмет. Сосын бір өтінішім бар сіздер, жігіттерге. Сіздердің осындай видео роликтеріңізді барымыз бір линиядамыз ғой енді, Махаббаттамыз, Гүлжан ханымдардамыз. Сол видео роликтеріңізді біздерге де жіберіп тұрсаңыздар. Біздің өзіміздің жеке чаттар бар. Соларға сіздерді бір жағынан реклама, бір жағынан біздерде жігіттерге шамалы дух болатын еді. Мотивация ғой енді. Мен сіздердің мен өзім көргенде мотивация аламын. Рахмет, үлкен рахмет. Все, айтсаңыз болды, жіберіп тұрамыз. Бұдан да жақсы нелер түсіреміз контенттер әлі. Күшті сондай. Рахмет. Біздің чатқа салады Азамат пен Мирасхан. Маржан чатта салады. Гүлзаттың чатта сұрсаңыз болады, Жазира, смелая. А то қазір Азамат пен Мирасхан тағы бір чатқа кіргізсек, телефондары көтермей қалатын шығар. Иә. Көп рахмет, Азамат, Мирасхан, өте күшті дайындалыпсыздар. Өнімдеріңіз көп, сіздер нағыз 100% Атомиді қолданатын персона атомисыздар. Ол көрініп тұр. Сізді бірінші рет көргенде, академияда көрдік.
бірден бір сенім болды. Шын сөзіңізге қарағанда нақты осындай сөзде тұратын жігіт екеніңізге, себебі айттыңыз, бәрі істеп жатқанда мен неге істей алмаймын? Біз де істейміз, біз де сахнада тұрамыз деген. Сондай сөздеріңізді біз үшін сондай керемет не болды тоже. Біріншіден мақтаныш осындай жігіттер келіп жатқанына, екіншіден сіздерге де бұл мүмкіндік, иә. Жастарға қазір көбісі түсінбей жатыр да, онлайн бизнес екені, болашақтың бизнестің модель екені. Көбісі ойлайды, ата-анамыздың арқасында осылай бұрынғыдай бір жерге отырғызып қояды, солай жұмыс істейміз бірге. Бірақ біз негізі қазір басқа жасанды сана дейді ғой, искусственный интеллект келе жатыр. Көп жұмыс орындары босайды. Роботтар қазір, иә, уже бар. Бәр жерде завод, фабрикаларда уже көп жұмыссыздық болады. Соны ойлаған адам қазірден бастап кіріседі осы жерде. Үлкені болсын, жасы болсын, түсінген адам, көрінісі бар келешекке, видениесі бар. Сіздер сияқты кіріседі. Мен айтам, Азаматпен Мирасхан командасы еркектердің командасы болады бұйыртса, еркектердің энергиясы басқаша, ер адамдардың, олардың жылдамдықтары басқаша. Әрине, уже ерекше бір мықты, үлгілі, үлкен бір белсенді сондай команда болатынына сенімдіміз. Көп лайфхак айттыңыз, иә. Мен сізді өткенде көргенде жаныңызда кім бар еді ғой? Гүлшаш девочка, сразу сол жерде тіркелген. Тағы бір девочка бар, контент түсіретін. Сол кісілерді сіз қазір дайындадыңыз ғой, бірақ сіз дайындағанда оларды созып жүріп алмаңыз. Бірден семейдегі адамдарды, олар, например, білмейді ғой. Тіркел десе, любой адамға уже дайын тұрған адам тіркеле салады. Біз білмедік қой, бәрібір атоми ғой, деп ойладық, бір компания ғой, деп ойлайды да, на самом деле біз команда, структураға бөлінеміз ғой. Сол себепті сіздер оны дайындадыңыз ба? Енді бүйтіп айтыңыз, тіркел демеңіз. Тағы не деп айтады адамдар? Тіркел, ондай сөздерді тіркендіреді. Дүкен ашып берейік сіздерге тегін. Интернет дүкен Корея, оңтүстік Кореяның сапасымен люкс престиж классы дейсіздер. Өздеріңіз қолданып отыр. Иә. Сөйтіп тез жылдамдықпен оларға ашып беріп, командаға қоса беріңіздер. То сіздер пока оларды пісіріп, дайындап жүргенде, басқа біреулер піскен дайын затты алып өздеріне әкетіп жатады. Даже бізде өзіміздегі, ішіміздегі уже серіктестерді басқа командаlar азғырып әкетіп жатқан жайлар бар. Сол себепті бұл жерде мұқият болу керек. Бұл жерде мен беретін кеңесім, жылдамдық болу керек, мұқият, және дұрыс айтасыздар, келген адамның бәрімен байланыста болу керек. Мәміледе болу керек. Себебі әр адамға уақыт керек, бөлу керек. Әр адам өзінің бір мұқтаждығымен келді ғой, денсаулыққа байланысты, мүмкін бір сұлулыққа байланысты, или үйіне бір жақсы сапалы отбасына хозяйствоға заттар керек. Соның бәрін біз мүмкінше күніне осылай Мирасхан айтқандай жоспарлау керек. 2-3 адамға мен хабарласам бүгін командадағы. Қалай болып жатыр, өткен затты қалай қолданды, қандай әсер, ұнап жатыр ма, ұнамай жатыр ма, дұрыс қолданып жатыр ма екен. Даже 4 рет тапқан дұрыс қолданбайтын адамдар бар. Сосын ой, көмектескен жоқ, мен бетім қызарып кетті, бөртіп кетті дейтіндер бар. Порошокты дұрыс қолданбайтындар бар. Порошок дұрыс қолданбайтындар бар. Витаминді дұрыс ішпейтін адамдар бар. Поэтому біз уже жауапкершілік алуымыз керек. Келген адам бізге сеніп, біз уже солармен жетелеп, білгенімізбен бөлісіп, дұрыс бағытқа жол көрсетуіміз керек, иә. Мен соны постоянно айтам. Ертең сіздер де лидер боласыздар, спонсор боласыздар. Сіз айтқандай, Азамат, мықты, білімді, экспертный лидерге келеді адамдар. Өйткені олар айтады, сенет энергетически, мына кісі мені жетелеп, жетістікке жеткізеді. Білмей тұрған адамға кім келеді? Ой, мына өз бұлжырап тұр ғой, бұл қайда апарады дейсің мені дейді, басқа бір ширақ адамға кетіп қалады. Сол себепті өзіміз білім алуымыз керек. Мына бізде қазір компаниядан не жүріп жатыр? Сату шеберге жету тез жолы деген сол сабаққа қатысыңыздар 3-ші потокқа. Қазір 2-ші поток болып жатыр, ол 30-шы сәуірде бітеді, жоқ, 30-шы мамырда бітеді. Сол кезде байқап отырып, 3-ші потокқа жазылыңыздар. Қазақша, қазақ тілде бар, орыс тілде бар, білім әрқашан керек. Мысалы, біз қазіргі деңгейге біліміміз жететін шығар, ал өсе ол білім жетпейтін болады. Біз уже не айтарымызды білмейтін боламыз, не берерімізді білмейтін боламыз. Сол себепті қазірден бастап дамый беріңіздер, мән беріңіздер. Кеше созвон жасадық, созвонға, кеше ключевой адам созвондарына 3 адам кірдік. Ал қалай 3 адам болып біз командамен бизнес жасаймыз? Лидерсіздер ма? Ол чатта барсыздар ма? Любым способом кровь из носа хабарландырды ма? Кіріңіздер. Обязательно. Хотя бы сөйлемесеңіздер де тыңдап отырыңыздар. Ол уже минус
Поэтому лидер болғанымыз келсек, пожалуйста, соның бәріне системада болу керек. Система деген ол академия, семинары, вебинары осындай. Міне бүгін күшті 16-дан отырмыз. Жаңағы созвоны, потому что бізде жаңалықтар болады. Сіздермен ақылдасатын сұрақтар болады лидерлармен, өзіміздің командадағы белсенді, ключевой адамдармен, команда құрып келетқан адамдармен бізде мәселелер бар өзіміздің жеке. Соны біз бекер созвон жасамаймыз, соны ақылдасу үшін жасаймыз. Сол себепті сіздерде де ертең сондай сұрақ туындады. Сіздерге қазір, конечно, мақсаттарыңыз клиентский база жинау, көп адамға неғұрлым осы дүкенге жол көрсету. Но арасынан мен бизнесқа келдім, мен лидер болғым келеді деген адамдар болады. Солармен жеке жұмыс істеуіміз керек, көп өте қуанып отырмын. Сіз үшін, Азамат, сіз өзіңіз сұраңыз, өзіңіз ұсыныс жасадыңыз, мен шығайыншы, осындай күнге мен дайындалам, осындай тақырыппен шығам дегенде айналып кетеміз сіздерден. Өйткені сіздер уже жанып тұрсыздар, айтатын сөздеріңіз бар халыққа, білімдеріңіз бар беретін, бөлісетін бір лайфхактарыңыз бар. Сол себепті сіздердің действительно арттарыңыздан адам келетқан адамдар уже міне біздің спонсорларымыз осындай деп мақтанатын болады, және сіздерге қайталайтын болады. Дубликация дейді ғой бұл жерде. Сол енді мен көп сөйлеп кеттім, сұрақтарыңызды қойыңыздар тоже. Серіктестер, спонсорлар бар осында. Керемет, Жақсы, Назерге сұрағыңды қояғы. Қайырлы кеш, кешірім өтем. Азамат мырза, Мирасхан мырза, қайырлы кеш. Рахмет көп бүгінгі эфирлеріңіз үшін. Мен жақсы естіп тұр ғой? Естіп тұр. Біз жақын арада алдыңғы айда Махаббат ханым осы астанада болғанда кездестік, таныстық. Осы екі жігітпен өте керемет танысу болды, өте керемет отырыс болды. Танысқаныма өте қуаныштымын. Біздің командада осындай керемет, жарқын, ашық аға мен інім ғой, енді Азамат бар болғаны өте қуаныштымын. Азамат өте дұрыс айтты, ұялмау керек. Керісінше біз мүмкіндік беріп жатырмыз адамдарға, біз адамдардың өмірін жақсы жағына өзгертеміз деген сеніммен айтсақ, компания туралы, өнімдері туралы сол кезде шынымен де солай болады. Ниетімізге қарай адамдар бізге келеді екен командамызға. Азаматқа мынандай сұрағым болып тұр. Азамат, жаңа сіз Инстаграм туралы айттыңыз ғой, тауарлар туралы айту керек, Инстаграмға салу керек деп. Қазір негізі бизнесқа, кез келген бизнесқа бірінші адамға қарап келеді ғой. Сонда мынандай сұрақ болып тұр да, біз тек қана тауар туралы ғана айтып отырмыз керек па, әлде өзіміз туралы да, өзіміздің өміріміз, өзіміздің басқа да қызығушыларымыз, хоббиіміз деген сияқты салаларды да қамтып көрсетіп отырмыз керек па? Сол сұраққа жауап берсеңіз. Атомияда, былай реклама не түсірген кезде, қалай не етуіміз керек, Инстаграм, тикток болса, әлде өзіміз туралы да айтып отыруымыз керек па арасында? Өзіңіз туралы білген кезде сізге сеніп бастайды. Ең бірінші атыңызға жұмыс жасайсыз, кез келген бизнесте сондай. Сосын атыңыз сізге жұмыс жасайды. Сондай, мысалға, көбіне мысалға артистер, мысалы актерлар, оларға көбірек сенеді, көбірек көріп жүргеннен кейін адамдар соларға сенгеннен кейін аттарына нелейді. Солай ғой, мысалы. Сол секілді да. Реклама жасаған кезде, қалай айтсам болады екен, адам жан дүниесімен беріліп шынайы дейді ғой, шынайы жақсы реклама жасап, шынайы көрсетсең адамға, ол адам сенеді осыған. С любовью. С любовью. Мирасхан айтады ғой, істеген жұмысыңды сен махаббатпен істеу керексің дейді. Мен түсірген контентімді пол жусаң да. Мен түсірген контентімді мен махаббатпен түсіремін, мен азартпен түсіремін. Мен оны бар ғой, бір контент түсіргенде 1040 рет түсіндіремін ғой, ананы тұрып. Шабытпен. Өйткені неге? Мен білем, қаншама адам көреді бұны. Алдында бір қыз айтады, сен түрін өзі товарный лицо дейді ғой маған. Содан кейін сенің рекламаларың жақсы өтіп кететін шығар дейді. Сондықтан кішкене всегда күліп, прямо ашық жарқын болып, реклама контент түсіргенде де прямо андай арасында сөздерді құрастырып, шынайы түсіру керек, шынайы. Андай өтірік маска киіп алып, бүйтіп. Қандай шынайысың? Мен солай түсіремін реклама. Шынайы, қалжың болса, қалжың немемен. Сол кезде менің түсірген рекламаларым кәдімгідей күшілер.
Еще қазір менен сұрайды Азамат, мен бір күн контент түсірмей кетсе, мен рекламашы. Азамат, сен что-то жоқ болып кеттің ғой, не болып қалды анау деп. іздеп тұрады, үйренеді ғой. Сондықтан әр нәрсе, реклама қандай нәрсе түсірмесеңіз де, махаббатпен шынайы, өзіңіз өмірде қандайсыз, солай түсіріңіз. Прямо өмірде қандай өсіп, спокойно жүресіз ба? Солай бүйтіп не керегі қандай бүйтіп сыпайылық бұл кезде қандай, бірақ өзіңіз өмірде қандайсыз, солай түсіріңіз. Сол кезде айтады ғой, шынайылық болса, адам өзі кәдімгі нетеді, сенеді. Енді қазіргі менің біраз достарым бар, солар сұрайды менен, Азамат, сен қалай осылай не түсіресің, қалай сен ұялмайсың сөйлегенде, қандай сен қысылмайсың дейді. Соны бізге кішкене қалай үйрендің ол жағы. Мен де енді басында ұялшақ болдым, андай бүйтіп қысылып, көп жерде сөйлемей, сөйтіп жүре беретінмін. Потом өзіме андай сұрақ қойдым. Мен айтып отырмын ғой, 11 бітіргенде бойым кішкентай болып, мен сұмдық, ана сіздерге осы жолы келсеңіздер, мен 11 бітіргендегі түрімді көрсетемін сіздерге. Это вообще мен айтамын. Сонда мен өзіме алдыман андай мақтаймын. Өйткені неге маған обида болды, ешқандай қыз қарамайды, етпейді. Сонда мен өзімді былай қолға алдым. Мен өзгеруім керекпін, мен өзгеремін. Мен қолымнан бәрі келеді деген, сонда прямо өзіме шегелеп қойдым сондай нәрсені. Сол кезде мен енді 5 жылдан кейін мен 2014-те бітірген соң класстастарым айттым. Мен 5 жылдан кейін келем, мен өзгеріп келемін, вот көресіңдер дедім. Мен 5 жылдан кейін келдім, как раз бір Сакасиян тойына бардым, 5 жылдан келдім, мен уже бойым ұзын, әскерге барып келгем. Сол кезде ана класстастарым маған түрме қарауға ұялады, қашады андар. Өйткені бұрын кішкене мазақтайтын, милипудик анауны мазақтайтын. Но бірақ мен оларға иной доказать еттім, что адам бәрі өз қолында істесе. Айтады ғой, Аллах Тағала айтады ғой, әрекет сендерден, берекетін біз береміз дейді. Сондықтан әрекет істесе, жемісі көреді екенсің. Сондықтан Атомида да мен сондай өзіме мақсат қойдым. Мен жұмыс істеймін, мен Мирасанаға сұрағыз өйтіп, мана жерде тұрған. Мирасана екі сөздің басын қоса алмайды сен, былай қарап. Біз деген андай деңгейге жетіп, андай сахнаға шығатын болсақ бар ғой, біз анау жерде төңкеріп тастаймыз біз ол жерде. Кәдімгідей бүйтіп тұрып, бүйтіп деп тұрмаймыз. Біз анау жерде дегені маңдайдан терді ағызып тұрып сөйлейміз ғой ана жерде. Сондай Мирасанаға айттым. Біз сол жерде бірінші сіз, потом мен сразу тұруымыз керек ол жерде. Біздің мақсат қазір осы. Сондықтан сонда соған қарап жұмыс жасап жатырмыз ақырындап. Көтеріліп, мен офис ашып айтып бүйтіп Мирасанаға айтады ғой. Қазір бізге көп сенбейді, біз еңбек етіп жүрміз ғой. Но бірақ будущем көтеріп алсын, за граница анда-мында қыдырып, енді таныстырып сөйтіп жүрген кезде, сол кезде жемісін көресің. Сондықтан мен енді Мирасанадан көп нәрселер сұраймын. Ақыл сұраймын, бизнесқа қалай жетіп жатсыз. Мирасанаға енді сөзін айтайын. Күндіз өзінің магазинмен түнде тағы да бір тіршіліктері бар, нелері бар. Мен вообще бұрын миыма сыймайды, қалай деп. Сол Мирасанаға мен жүріп не түсем, оказывается, уақыт тапса, бәріне үлгереді екенсің. Уақыт тапса, бәріне үлгереді екен. Әрбір істеген жұмыстарыңызды, әрбір контент түсірсеңіз де, біреуге өнімді таныстырсаңыз да, мен айтайын, Махаббат ханым секілді махаббатпен түсіндіріңіздер. Вот сол кезде адамдар артыңыздан ереді. Мен Махаббат ханымға риза боламын. Неге? Любой бір сұрақты қойсын, махаббатпен шын жүрегімен, жан тәнімен беріп түсіндіреді ғой. Анандай адамның қандай үлгі алмасқа деп мен өзім алдында Мирасанаға айтамын. Ол Махаббат ханым қандай көтеріліп жатыр, ол кісінің нәтижесі қалай онда деңгейге жетіп жатыр деп айтамын ғой. Айтамын да, Махаббат ханым махаббатпен түсіндіреді. Бір какой-то сұрағын қоясын, жан тәнімен түсіндіріп береді ғой саған. Мен өзім риза боламын сөйлешіне керек. Таңертең жазып, Азамат бүгін неге шығамыз, қалай болады, уже ол кісі таңертең. Мен уже оны ойлап жатқан жоқпын, бірақ Махаббат ханым мені ойлап жатыр ғой. Бүгін прямой презентацияны өтеді, Азамат қалай, дайындық қалай, не қалай, бәрі жақсы болады. Вот Махаббат ханым секілді махаббатпен бәрін түсіндірсек, адамдардың өздері бәрін қабылдап алады да, өздері артынан ереді, нетеді. Сондықтан көп
рахмет сіздерге. Вот Махаббат ханым, бәріңізге көп рахмет. Алдында аудиошарда кездескен апай тоже сізге тоже жақсы мен сізді көрдім, очень грамотно, жақсы сондай. В будущем сізде жақсы нәтиже көтерілесіз. Өйткені Гүлжина ханым. иә, адам бар ғой, Мирасхандағы өзі көрініп тұрады ғой, иә. Пысық адам, ниеті бар, Энергиясы бар адам. Жүзі ашық, прямо өзіне адам тартып тұрады. Негативный адамдар болады, ол уже адамды өзіне. Тіпті мен осы біздің команда лидерларды көрдік қалды. Прямо энергиялар мощный, адам прямо өзіне тартып тұрады. Өзіне тартқызу, естественно, сен уже ол адам артан еріп, ол адамға сенесің. Өйткені ол адам істеп жатқандары таза еңбек. Бізде сол таза еңбекпен сіздерге секілді бізде көтерілгіміз келеді. Соған бізға жұмыс жасап жатырмыз. Көп сөйлеп қойсам кешіріңіздер. Рахмет, Азамат. Күшті айтып жатсыз. Тоже жүрегіңізбен, тәніңізбен бәрімен түсіндіріп жатсыз. Таза ниетіңізбен. Сұрақтарыңызды қойыңыздар. Менде бір қайырлы кеш серіктестер. Мынау бүгін Азамат өзі ұсыныс жасап, осылай эфирге шығып, керемет спикерлік өзінің жаңағы тәжірибесін көрсетіп жатыр алдымызда. Керемет, осындай ортамызда осындай азаматтар көбейіп жатыр. Жаңа өзінің қолданатын өнімдерімен бөлісіп, бағыт беріп, өзінің тәжірибесімен бөлісіп, керемет күшті осындай эфир өткізіп жүр. Қандай қуанышты арамызда осындай азамат жаңағы Мирасхан өткенде тоже өзі эфир жүргізіп бастап беріп бұл көрсетіп жатыр міне. Жаңағы керемет өзінің жаңағы өтен ағаны тоже любой бизнеста жаңағы дисциплина мен жоспар болу керек. Сол өте керемет сол инструмент. Соны қайсымызда соны бағыт ұстайтын болсақ, я ойлаймын, осы қай партнеріміздің қайсысы да алға қойған мақсатын жетеді Атоми компаниясында. Сондықтан енді бүгінгі эфирлеріміз өте керемет күшті өтті. Осындай мен алға қойған мақсаттарыңызды айтып, осы үлкен сценада ең жоғарғы атақтардың биікке көріп беріңіз. Осылай сияқты атыңа сай, арамызда, командамызда осылай сендер сияқты азаматтар көбейе берсін. Көп рахмет сендерге. Амин, Батима ханым. Сізге де жығыстыңыз. Добрый вечер. Ишарк менде бір айта кетейін, Азамат Мирасхан мужчины ведут бизнес. Енді сіздер, мен неоднократно извинялась, да, мен қазақша орысша айта берейін, ренжімеңіз. Я вас встречаю в ТикТоке, я вас встречаю в Инстаграм. Я, правда, под разными другими именами. Лайкаем сіздерге постоянно. Вы знаете, неважно, спонсор, не спонсор, главное, что вы в бизнесе. Иногда бывает, просто человек раньше тебя зарегистрировался, и он автоматически считается твоим спонсором, да? Бывает такое. А может быть, ты сильнее. Вот вы должны были нас, женщин, возглавлять. Но, тем не менее, мен өте прям қуанышты, что біздің моей команде деп айтайын. Хотя мен чаще всего бүйтіп айтамын ғой, ол Мархабаттың командасы, Мархабаттың партнері. Как будто она ко мне отношения не имеет. Почему? Потому что Мархабат по своей энергетике, по своим знаниям, она, я бы не сказала, что хуже, она даже лучше, она даже, как говорится, она могла быть моим спонсором, деп айтайыншы, да? Потому что бизнес для молодых. Вот кадр, вы действительно для своего будущего работаете. У вас столько времени. Былай қараймын ғой, да, я не националистка. Но былай қарағанда, вот я смотрю на Хигая, да, Владимира, других, там вот бір чатқа попал, там татарская команда, одни мужчины, и они стар-мастер, мастер, бриллиантовый мастер, тағда бірдеңе. И я всегда ойлайтын едім, блин, біздің қазақтардан где бы мне найти таких ребят, деп, а Мархабат уже тауып алды. И вы в моей команде. И я очень рада вам быть бриллиантами, ребята. Вы обязательно должны быть ранг брать за рангом, потому что вы мужчины. Потому что мужчина обязан зарабатывать много денег. Атомида очень много денег. Это вас прямой долг. Именно мужчины должны много зарабатывать, а здесь большие деньги. Поэтому и больших денег.
больших денег. Вы обязаны просто, как представители казахского народа, как батыры, как мужчины, вы должны. Вот, я уверена, я не сомневаюсь, что вы заработаете. Мы, конечно, мы сетевики, мы привыкли, баяғдан, да, потому что многие, ой, некоторым айтасын, они готовы яму рыть там до середины земли, до глубины, да, но только не быть сетевиками, потому что им кажется, это не на самом деле это самая мужская работа, потому что здесь большие деньги. Я вам желаю больших денег, больших достижений, рангов, огромной команды. Енді кешіріңіз, да, еще раз я говорю, что на русском языке деп айтып жатырмын деп. Да, айта қойыңыз. Это партнер Кыргызстана. Мен Кыргызстанның партнерымын. Гүлжан ханым менің спонсорым. Мархабат екеуміз бір-бірімізге параллелкамыз, бірақ бір туғанбыз ғой біз. Никогда до конца мен мынандайды көрмеймін негізінде. Мен половинасына барғанда біреу звондаса шығып кетем. Весь звонокты отклон жасап, мен Азамат сенің неңді тыңдадым. Позицияңды молодец, керемет, вообще мощный энергия. Мирасханды көрдік Шымкентте, сіздерге сәттілік, өте сонын мощный не бердіңдер, баяғы стимул бердіңдер, я? Видеоларыңды мархабаттан аламыз, бізге да мощный не болды, жұмыстарыңа игілік, Құдай бұйырса, академияда кездесем, молодцы, ребята, вообще супер. Бәрі сізге арқаларыңызға ақырындап үлгі алып жатырмын сізден. Кеш жарық баршаңызға. Азамат, Мирасхан, бүгінгі кештеріңіз керемет, міне жақсы өтіп жатыр. Мен өте қуаныштымын. Ана мархабат айтқан кезде енді мен өте қатты қуандым. Өйткені осылай біздің командамыздан осындай сіздерде азаматтар осындай жақсы мықты лидерлар болып жатқаны өте қуанышты. Өнімдеріңізбен бәрімен бөлісіп, өздеріңіздің андай қалай қолданатындарыңыз, қалай сату керек, қалай адамдар тартасыздар, сол нәтижелеріңіз бәрімен бөлісіп жатырсыздар. Өте керемет, бәрі жақсы өтіп жатыр. Сәттілік тілеймін. Жаңа Гүлжан ханым айтып жатыр ғой, осылай біздің Қазақстаннан мықты осындай жігіттер шықса деп. Енді мықты Қазақстанның ең бірінші империал мастері сіздер болыңыздар. Тілектеспін. Жұмыстарыңызға береке тілеймін, жақсылық тілеймін. Жаңа тағы бір ұсыныс жасап жаттыңыз ғой. Құдай қаласа Астанаға келгенде бір жақсы жер бар, сол жерге фотоға түссек, осындай видео жасасақ деп. Ол өте керемет. Оған қосыламын қуана-қуана. Ол деген керемет қой. Сол Құдай қаласа академияда кездесеміз деп жолдасым деп па. Енді Астанаға баруым керек. Құдай қаласа билет алып дайындалып отырмыз. Осындай Гүлбақыт подружкама үлкен рахмет айтқым келеді. Міне осылай пойызда танысып, Мирасханмен, одан Азамат, міне сөйтіп бәріміз бір команда болып жатырмыз. Осылай бұл деген Атомида бір-ақ адамның қолынан келмейді ғой. Осындай мықты команданың арқасында үлкен жетістікке жетеміз бәріміз, иә? Бұл Атомидің өнімдері деген керемет, ұялмаймыз. Бүгін міне бірінші осы жерде Назгүл деген ханым қатысып отыр. Ол кісі деген маған бағана сіздер көрмей қалдыңыздар. Басында ол кісі айтып отыр ғой, Маржан, сіз сияқты позитивта, сіз сияқты әдемі сұлу болғым келеді. Не қолданасыз деп мені өзі шақырып, ол кісі айтып жатыр да, қандай продукция қолданасыз, бетіңізді қандай крем қолданасыз деп. Соны жаңа ол кісіге басында айтып кеттім. Ең жақсы бұл жерде қасиеті Атомидің продукциясының бұл жерде өнім өз-өзін сатады деп жатырмын да. Бұл жерде бәрін қолданамыз, ішеміз, кремдерін жағамыз, сонда өз өнімдеріміз өзі сатып тұрады бізде. Былайына сатып жүрмейміз. Сондықтан барлықтарыңыз осылай өнімдерді қолданбағандарыңыз қолданып көріңіздер. Сол не айтарым, енді жақсылық, сәттілік, осылай өсіп өне беріңіздер. Бәр жағынан міне өздеріңіздің қосымша жұмыстарыңыз бар, мынау деген бұл жағынан да үлгеріп жатырсыздар. Сол жаңа Мархабат ханымға да үлкен рахмет айтқым келеді. Гүлжан ханым, Батима ханым біздің спонсорларымыз. Әр уақытта қандай
жаңа өзің айтып кеттің ғой, Азамат, иә? Қай уақытта сұрақ қойсақ та, любой сұрағымызға тез жауабын беріп, бәрін прямо өтір точкасына дейін бәрін түсіндіріп айтып беріп жатады бізге. Осындай спонсорларымыздың арқасында өсе берейік. Негізі командада осындай спонсорлар жақсы болған жақсы ғой. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Мына жерде Жанна апамыз отыр, біздің чатымызды батасымен ашып берген бізге. Батамен ел көгерер дейді ғой, жауымен жер көгерер дейді. Сондықтан осылай бәріміз сәттілікте осындай денсаулығымызды түзеп, осы Атомидің продукциясының арқасында үлкен жетістіктерге жете берейік. Аманшылық болсын. Барлықтарыңызға сәттілік деймін. Рахмет көп. Сіздерге де сәттілік. Сіз айтпақшы, Азамат, Семейден екенсіз ғой, мен де Семейден. Енді біліп жатырмын. Өзімнің інім болып шықтыңыз, иә, керемет. Сон жаңа бір сөзіңізде байқадым, сыйлық жасаған жақсы көреді екенсіз, ол өте жақсы қасиет. Айтады ғой, кең болсаң кем болмайсың дейді. Ол деген Алладан сізге еселеніп қайтады. Өз жолыңызды өзіңіз ашып жатсыз. Тезірек Мирасхан екеулеріңіз империал мастер болыңыздар. Осы жерде отырған барша серіктестерге, барша лидерлар, барлықтарыңыз империал мастерға жетіңіздер. Әмин. Рахмет сіздерде. Жаңа бір минут апай айтып кетті ғой. Сендер Атомида еркектер жұмыс істеу керек, вы должны много денег зарабатывать дейді. Дұрыс айтады. Европада осындай маркетинг жұмыстарда осындай, например, особо жұмыс істейтін ол еркектер екен. Вот прямо еркектер жұмыс істейді екен ол. Кәдімгідей Европа болсын, не болсын, осындай жұмыста еркектер жұмыс істеген. Бізде просто Қазақстанда көбі ұялайды еркектер. Еркектер оны ойлайды, ол біздің жұмыс емес, ол әйел адам жұмыс істері деп. Біз анау қара жұмыс, анауны ойлап кетеді ғой. Ал жаңағы абай дұрыс айтты, самом деле ақшаның көкесі мында жатыр. Еркектер наоборот, мындан сендер көп ақша табуың керексіңдер деп дұрыс айтып жатыр. Сондықтан еркектер қауым болса айтарым, иә. Осы Атомине жұмыс істесеңіздер, например, жақсы көтерілесің, табысқа жетесің. Жаңа айтып отыр, бір жұмысқа қарақамау керек. Қазіргі заманда, например, отбасын асырау бәрі ол еркектің міндеті. Еркек дұрыс айтып отыр, көп ақша табу керек, көп еңбек ету керек, жан-жақты болу керек. Мен өзім, например, бір нәрсеге қадалмаймын, мен жан-жақты болған жақсы көремін. Өйткені мен түсінемін, өзім үйленбегенмін, бойдақпын, но бірақ ертең үйленіп жатсам, мен отбасымды қамтамасыз етіп, олар түк нәрседен мұқтаж көрмеу керек. Олар хотя бы жылына бір рет, екі рет заграница демалып отыру керек. Мен сондай мақсат қойып қойғанмын өзіме, и мен оны істеймін. Сол үшін мен қазір бастап плотный, жақсы, тыным таппай еңбек етіп, Атомимен, немен жан-жақтан бизнес болсын, не болсын, прямо жан-жақтан мен үйрене беремін. Өйткені менде жауапкершілік бар, дисциплина бар. Сондықтан мен көп ақша зарабатывать етіп, отбасымды, үйді бүкіл туған туысқандарыма көмектесуім керекпін. Мен мақсатым осы. Апайым сөзі күшті маған ұнап болды жаңа. Еркек көп ақша табу керек, оның міндеті ол деді ғой, точка қойып берді ғой, оның міндеті деді. Да, это мне айтым ғой, Азамат, мы же с тобой сидели в кафе, ты, наверное, забыл меня, да, Гүлжан апа? Иә, Гүлжан апа, иә. Точкасын қойдыңыз ғой, точкасын қойдыңыз. Еркек должен много денег зарабатывать. Да. И здесь большие деньги, Азамат. Это именно для вас. Амин. И так заработаем. Ну, вы обязаны. Еркек обязан. Міндетті прямо. Долг дейсің. Келесі сұрақтар болса, қоя беріңіздер. Иә, сұрақтарыңыз болса тағы қойыңыздар. Өз ойларыңызды айтыңыздар тоже. Құдай қаласа Астанаға барғанда, жаңағы контентті бізде жоспарда болған, как раз бәріміз бірдей боламыз ғой, бір футболка, бір кепка. Өзіміз көппіз, Құдай қаласа бір 30-40 шақты адам болады шығармыз, уже әжептәуір командамыз үлгі көрсететін, алыстан көрінетін, ерекшеленіп тұратын. Сондай жерде де қарап, мынау бір ұжым екен, ауызбіршілік бар екен дегендей қызығып бізге келетін болады сондай жерлерде де. Өйткені бөлек-бөлек адам барып жүргенше,
біз бәріміз бұрын баратынбыз, бірақ енді аздау болдық, және андай дресс-код деген болмайтын. Дресс-кодтың арқасында ол не обязательно, как ол мынандай мағына бермейді, инкубаторлар дегендей. Ол, наоборот, ерекшеленіп, біз команда екенімізді, санымызды көрсетіп, ұжымымызды көрсетіп, ауызбіршілігімізді көрсетіп, бізде осы жұмыс жүріп жатыр, біз біргеміз дегендей белгі береді. Сол себепті обязательно әдемі контенттер түсіреміз. Біз 9 күні бұйыртса түсеміз, ол күні боспыз, азамат полностью. Таңертең біз орналасамыз, аха, бірақ ол кезде бәр адамдар болмайды, аха. 10 күні неден шыққаннан кейін білмеймін, қаншада шығамыз академияда. 11 күні болады лидерский кездесу, и лидерский кездесу күндіз болады, бір тоже 2 сағаттай болатын шығар. Сол лидерский кездесуде бәрі келе ме екен тағы жан жақтан. Көп болған. Мүмкін сол нен алдында ма, может, контент түсіріп аламыз. Жинала ма екен академиян. Презентацияда бәрі келеді ғой, иә? Иә. Иә, презентация енді түсте басталады шығар, примерно. Жоқ, 1,5. 1,5-да. Иә, 1,5-да басталады. Қазір жаз ғой, жаздың күн жылы. 6,5-ға дейін болады. Иә, 6,5-ға бітсе, 6,5-ға шығып, ол кезде күн әлі жарық болады Астанада. Астанада күн кішкене кешіп батады. Сол кезде шығып бәріміз. Сол кезде ешкім жан жаққа кетпейді ғой. Сол кезде